Сәлем достар, Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім Дәулетиярқызы. Сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат ерекше әдіспен таныстыру. Менің каналым жалпы авторлық әдістерге толы, тұрақты оқырмандарым оны біледі. Бірақ мен сіздерге тағы да бір әдісті көрсеткім келеді. Ол әдіс сіздердің өздеріңіздің де өмірлік жағдайда оқушыларыңыздың да сыни тұрғыдан ойлауына керемет әсер ететіні сөзсіз. Алдымен мына сұраққа жауап берсеңіздер, керісінше ойланып көрдіңіздер ме? Яғни ағысқа қарсы. Қандай да бір мәселе болған кезде керісінше ойланып көрдіңіздер ме? Біраз мәселенің сол кезде тиегі ақтарылар еді. Қалай? Бұл әдістің атауы керісінше ойлау. Бұл әдіс стандартты ойлау тәсілінен шығып, мәселеге ерекше көзқараспен қарауға көмектеседі. Оның мәні қарапайым. Мәселені шешудің орнына оны қиындатуға немесе ушықтыруға тырысыңыз. Мәселен, мен үнемі қазақ тілі әдебиеті және тарих жайлы айтам, ал бұл жолы қаржылық сауаттылықтан мысал келтіруді шештім. Мысалы, сіз клиенттерге қызмет көрсету сапасын жақсартқыңыз келді делік. Керісінше мақсат қойыңыз, клиенттерге қызмет көрсетуді мүлдем нашарлатудың жолын ойластырыңыз. Барлық нашар идеяларды жазыңыз. Мысалы, клиенттермен мүлдем сөйлеспеймін, жауап беру уақытын бірнеше күнге созамын, әдейі дұрыс емес ақпарат беремін. Бұл идеялар әрине. Осы идеяларды керісінше аударыңыз, одан кейін нашар идеяларды жақсы шешімге айналдырыңыз. Мәселен, клиенттерге жылдам және достық қарым-қатынас орнату арқылы жауап беремін, жедел жауап беремін, түсінікті және дұрыс ақпарат ұсынамын. Бұл әдіс стандартты тәсілдерден ауытқып, жаңа шешімдер табуға мүмкіндік береді. Әрі қызық, әрі тиімді. Қалай ойлайсыздар? Сіздердің сабақтарыңызда дәл осы әдіс пайдаланылатын болса, оқушылар дамитын ба еді? Өзіңізше, өмірлік тәжірибеңізде де қолданып көріңіз. Бәлкім, барыма шүкір дерсіз. Сау болыңыздар, лайк пен комментарий күтем.